Сәлеметсіздер ме балалар? Отырыңдар. Сыныптарды көрдіңіз ба? Жақсы. Бүгін біз сабағымызды бастауға дайынбыз ба? Жақсы. Ендеше балалар, бүгін мен сендерге ежелгі кітап әкелдім. Бұл цифрлы кітаптың ішінде бір мемлекетке қатысты заттар бар. Қане соны тауып көрейік. Қағаз, бірінші қағаз. Екінші мынау не? Қазақша не дейміз? Бағдар. Сөз бағдар. Екінші мынау жібек мақар. Қалай ойлайсыздар? Бұл қай мемлекетке қатысты? Ал Мұхаммад ежелгі Қытай мемлекеті дұрыс айтады. Ендеше ең бірінші тұспағдарды, ең бірінші жібек матаны, ең бірінші қағазды ойлап тапқан қай мемлекет екен? Ежелгі Қытай екен. Ендеше балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ежелгі Қытай ойшылдары нені үйретті деп аталады. Өтетін мемлекетіміз бұл Қытай мемлекеті, Қытай өркениеті екен. Жақсы. Мақсатымен танысып алайық. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі ежелгі Қытай философтарының қоғамды және әлемдік біз осыған дейін қандай өркениеттермен таныс болдық? Кім айтады? Ал бағым. Biz ежелгі Құлсөзек, ежелгі Мысыр, ежелгі Түркі. Жақсы. Дұрыс айтасыз. Бағым дұрыс айтады. Біз бұған дейін ежелгі Мысыр, ежелгі Құлсөзек өркениеттермен таныстық. Бүгін біз қай өркениеттермен танысамыз? Ежелгі Қытай өркениеттермен танысатын боламыз. Ал балалар, өркениет дегенімізді қалай түсінесіңдер? Кім қалай түсінеді? Ал мұралы адамдардың дамуы, құрылыстар. Дұрыс айтады. Адамдардың дамуы, тағы кім қосады? Бағым. Өнердің дамуы. Өнердің дамуы, дұрыс айтады. Нені дамушы болмай қалады? Бұл қоғамның мәдени, ғылыми, рухани білімдерінің дамуы. Тағы не? Жазудың тағы жақсы. Ендеше балалар, жаңа сабақты өтпес бұрын топқа бөлініп алайық. Кішкене тыңдап алайық. Ежелгі Қытайда, ежелгі ойшылдардың танысатын Конфуций, сабағымыздағы 6-шы, содан кейін 5-ші ғасырларда өмір сүрген. Ол данышпанның ойлауынша император басқару керек және императорға барлығы бағынуы тиіс. Император ол көптің ұлы деп есептеледі. Императорға бәрі әкесіне қарауы тиіс деді. Ендеше балалар, қазір біз Конфуцийдің не айтқанын, қандай ой айтқанын тыңдап көрейік. Билік императорға тиесілі болуы тиіс. Себебі ол көптің ұлы болып саналады. Барлық халық оған бағынуға және оны әкесіне құрметтеуге міндетті. Билеуші, азамат, әкесі, әке, баласы, бала болуы керек. Әкесі, баласы, бала, азамат, билеуші болу керек. Енді осы балалар өзіміз түсініп көрейік осы сөздің мағынасын. Онда қазір осыны түсініп болғаннан кейін тапсырма орындаймыз. Конфуцийдің айтуынша балалар, әрбір адамның қоғамда өзінің орны болу керек дейді. Мысалы, баланың өзінің орны бар. Бала қандай болу керек? Тәртіпті. Қазір мынадай тапсырма орындайды балалар. Кім қандай болу керек деп аталады. Осы тез топпен ақылдасып, кім қандай болу керек. Ал балалар, кім қалай орындар тексерейге? Ата-ана қамқор, мейірімді, жауапты болу. Көшбасшы, батыл, әділ, парасатты. Адам, дәрігер. Жақсы. Келесі топ.
әке қамқор, еңбекқор, қорғаушы. мұғалім сауатты, салмақты, байсалды. Оқушы сабақты тыңдау керек, тәртіпті болу керек. Басшы бола білу керек. Жақсы. Келесі топ жақсы. Өте жақсы. Сабырлы болу керек. Оқушы әдетті тыңдау керек. Әдетті тыңдау керек дейді. Көмек көрсету керек. Бала бақытты болу керек. Жақсы. Жақсы балалар. Ендеше қорытындылайтын болса, бұл қоғамда әркім өз орнын білсе дейді. Әркім өз орнын білу керек деген сөз екен. Жақсы. Келесі балалар біздің келесі танысатын ойшылымыз ол лаоцзы. Ендеше тақтаға тағырақ қарайды. Қоғамға заңды билеушіге қажет емес. Әрбір адам ар ұят заңы бойынша өмір сүруі керек. Сонда тәртіп болады. Лаоцзы не деп айтқан екен? Жаңа ғана тыңдадық екен, ал қалай? Әр адам өз ұятымен өмір сүрсе, тәртіп өз ісімен болады дейді. Жақсы. Ендеше осы сөзді біз түсініп көрейік балалар. Ар-ұят заңы бойынша өмір сүру деген бұл жамандық ешкім көрмесе де жамандық жасамай, тек қана жақсылық жасау деп түсінуге болады. Немесе мысалы балаларға мектепте мұғалім айтпаса да өзіне тыныш отыратын. Немесе үйде балалар ата-аналарының айтуынсыз, қадағалаусыз өз бетінше тапсырманы орындайтын, сабақты оқитын бала болады. Олар яғни балалар өздерінің ар-ұяты бойынша өмір сүріп жатқан балалар екен. Ендеше балалар, қазір біз осы сөзді түсіну мақсатында дұрыс тергіту ойына бір жағынан етіту ойының ойы. Мен жаңағы айтқан кезде дұрыс болса қолымызды көтереміз, қолымызды қате болса жаңағы дұрыс болса қолдарымызды айқастырып көрсететін боламыз. Ал дайынбыз ба балалар? Бастайық. Тапсырманы тек мұғалім көріп тұрған кезде жасау. Жақсы. Тапсырманы өз еркімен орындау. Досы көрмей қалса да адал болу. Бірдеңені жасырын етіп ұрлап алу. Жақсы балалар. Ендеше жаңағы әркім өзінің ар-ұяты бойынша жүретін болса, қоғамда ереже де заңда қажет емес екен дейді. Заңға бағынуы тиіс. Мінсіз қоғамға қол жеткізу үшін ортақ заң орнатып, өзін-өзі басқару жүйесін құру керек. Заң бұзушылық адам түрде айыпталып, жазаға тартылуы қажет. Халық билікке қуатты болған жағдайда мемлекет әлсіз болады. Ал билік халықтан қуатты болса, онда әскері мықты болады. Лаоцзы не деді? Әркім өз ар-ұятымен өмір сүру керек деді. Енді Шами не деді? Бәрі заңнамада заң болу керек. Императорда, халық та бағынатын күшті заң керек. Оны қалай түсінеміз балалар? Біз мысалы мектепте тыныш отырмаса, оқушы ережесін сақтамаса, белгілі бір тәртіп болмаса, онда мектепте не болады? Ол сабақ та дұрыс болмайды, жаңағы шулы болады, білім де болмайды. Мысалы ойында алатын болсақ, ойын ойнайсыңдар. Ойынның да өзінің несі болады? Ережесі болады. Ол ойынның ережесін сақтамаса, ойын бұзылады, әділ болмайды екен. Сондықтан әрбір адамға, мемлекетке, қоғамда адам таныматын не болу керек дейді? Заң болу керек дейді. Үш ойшылдығында балалар бізге біздің қоғамға да қажеттілігі өте көп екен. Яғни үш ойшылда бізді неге үйреткен? Жауапкершілікке, тәртіпке, адамгершілікке, жаңағы тәрбиенің маңызы өте зор екен. Ендеше қазір балалар есту тапсырмасында бұл салыстыру кестесі ойшылдың негізгі идеясын жазасыңдар, жаңа түсіндік, және қоғамнан
bir misal keltirесіздер. Негізгі идеясы әр адам қоғамда өз орны болу керек. Сонда тәртіп орнайды. Қоғамдағы мысалы, дәрігер қоғамда адамдарды емдеп, өмірін сақтап қалады. Полиция қоғамда адамдарды қорғауы керек. Жақсы. идеясына адамдар да император да заңға бағыну керек. Қоғамдағы мысалы мектепте балалар сабаққа дереу қою керек. Мектеп мүлкін бұзбау керек, мектеп екінші үйдің секілді болу керек. Кеше балалар бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылайтын болсақ, осы үш Қытайдың ойшылының сөзі де қоғамға, үнсіз қоғам құруға өте пайдалы, тиімді деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар, сендерге қай ойшылдың сөзі күнделікті өмірде қолданып жүрміз, немесе өз отбасымызда қолданамыз деген секілді. Ал Нұрғанат, Мен Шанянды деп ойлаймын. Өйткені ол билеуші де адамдардың халықты заңға бағыну керек. сол секілді сен өздерің қалай қолданасың? Үйде ата-ана тыңдап, шуламай отыру. Яғни отбасының өзінің несі бар екен, немересі, соған бағынамыз дейді Нұрғанат. Ал келесі тағы кім туралы айтсын өз ойын. Әр адам ар-ұятпен өмір сүру керек. Бұл үйде ата-анаға артықпай заттарды істеу керек. Осыларды істеп қою керек. Дұрыс айтады, иә, өте жақсы. Келесі барлық не дейді? Маған өзінің сөзі әр адам әрбір күн жүреді. Мысалға біздің үйде ағам Жақсы. Тағы кім айтады? Қорықпа. Ал Айша не дейді екен? маған Шанияның сөзі ұнайды. Себебі әр адам заңмен өмір сүрсе, қоғамда тәртіп болады. Жана жақсы, балалар барлық үш ойшылдың сөзі өмірде, күнделікті өмірде бізге қажет пе екен? Ол үйге тапсырма, жаңағы мен өзімді қалай басқарамын деген тақырыпқа 5 сөйлеме қысқаша жазып беремізге. Және де осы тақырыпты толық видео оқып, танысып, толық түсінсек, қазір кері байланысып жүргенге өзімізді. Сабағымызға бір сөзбен деп аталады. Кім бүгінгі сабақта мен үшін деген бір сөзбен ары қарай жалғастырамыз. Бөліп қатысайық, иә? Барлығымыз. Ал, беріңіз. Мен үшін сабақ қатты ұнады. Келесі. Бүгінгі сабақ мен үшін қызықты болды. Бүгінгі сабақ мен үшін өте пайдалы болды. Өте пайдалы болды. Бүгінгі сабақ керемет болды. Бүгінгі сабақ мен үшін өте әсерлі болды. Өте әсерлі болды. Туралы Мен үшін өте күшті болды. Бүгінгі сабақ мен үшін ең қызықты сабақ болды. Ең қызықты сабақ. Бүгінгі сабақ мен үшін пайдалы болды. Жарайды, жақсы балалар. Енді өз-өзімізді бағалау